Бөдене мен түлкі. Қазақ ертегісі. Бар екен, жоқ екен, баяғыда бөдене мен түлкі дос болған екен. Бір күні түлкі бөденеге айтады: "Досым, сен мені осы өлердей бір күлдірші" дейді. Бөдене: "Жарайды, соңыма ер" дейді. Сөйтеді де бөдене ұшып кете береді, түлкі оның соңынан еріп отырады. Әлдене уақытта бөдене бір ауылдың сыртына келіп қонып түлкіге: "Досым, сен осы жерде қарап отыр, мен сені қазір күлдірем" дейді. Осылай деп бөдене ұшып барып сиыр сауып отырған бір әйелдің басына қонады. Мұны үйдің жанында ағаш жанып отырған оның күйеуі көріп: "Әйелім, басыңа бөдене қонды, қозғалма, оны мен қазір ұрып алайын" дейді. Сөйтіп қол ағашты алып бөденеге жіберіп қалады. Бөдене ұшып кетеді, әйелдің басына тиіп ауырып қалады. Түлкі шек сілесі қатып күледі. Түлкі әлдене уақытта күлкісін әрең тыйып: "Досым, ризамын, өлердей күлдірдің. Ал енді сен мені өлердей бір қорқытшы" дейді. Бөдене: "Жарайды, мен ұшып отырам, сен көзіңді тарс жұмып, менің соңымнан еріп отыр. Көзіңді мен аш дегенде ғана аш" дейді. Осылай бөдене ұшып отырады, түлкі көзін жұмып, оның соңынан жортып отырады. Бір кезде бөдене түлкіге: "Көзіңді аш" дейді. Түлкі көзін ашып жіберсе, төңірегі тола ит жүгіртіп құс салған аңшы екен. Түлкінің жүрегі тас төбесіне шығады, қатты қорқады. "Өлді деген осы екен" деп ол бар пәрменмен қаша жөнеледі. Ит құс түлкінің соңына түсіп қуады. Түлкі бір уақытта қашып құтылып, бір бұтаның түбіне келіп демалып отырады. Бірнеше уақыттан кейін бөдене келеді. Оған түлкі ашуланып: "Ей бөдене, қорқыт дегенде осылай қорқыт дедің ба? Сен мені қорқытпақшы емес, өлтірмекші болған екенсің. Сен маған дос емес, қас екенсің. Мен сені жеймін" деп бөденеге ұмтылады. Бөдене пыр етіп ұшып кетеді. Түлкі оның құйрығын жұлып алып қалады. Бөдененің құйрығы осыдан шолақ болған екен.